Мандарин цитрусты жемістердің ішіндегі көпшілікке белгілі әрі кең тараған жемістердің бірі. Кез келген мерекеде дастарханнан үзілмейтін бұл жемістің пайдалы тұстары өте көп. Мандарин әсіресе аскорбин қышқылына бай келеді. Баршаңызға сәлем. 1001 кеңес арнасында мандарин жемісі мен оның қабығының адам денсаулығына орасан зор пайдасы туралы керемет ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. С дәруменін алу үшін мандариннің 1-2 данасын жесеңіз жеткілікті. Сонымен қатар мандаринде кальций, калий, магний сынды минералдар мен Д, Б, А, К дәрумендері аз емес. Жемістің құрамында лимон қышқылы болғандықтан оған нитраттар мен басқа да зиянды заттар жиналмайды. Бұл пайдалы жеміс тәбетті арттырып, ас қорытуды жақсартады. Суық тиіп ауырғанда, тұмауратқанда мандарин шырынын ішу керек. Болмаса мандариннен дайындалған нәрсуды ішуге болады. Сонда иммунитет күшейіп, ауруға қарсы күресе аласыз. Бүйректегі тасты түсіру үшін де мандарин шырынын ішіңіз. Мандариннің тек жемісі ғана емес, қабығы да өте пайдалы. Оны тастай салуға асықпаңыз. Өйткені ондағы пайдалы заттарды ем ретінде іске асыруға болады. Мандарин қабығы буын ауруларына ем болады. Сондай-ақ иммунитет көтеретін қасиетке ие. Оның көмегімен иммунитетті нығайту үшін төменде көрсетілген дәріні жасап көріңіз. 2 ас қасық мандарин қабығына 250 мг арақты құйып, 1 апта тоңдырып қоясыз. Осылайша дайындалған сұйықтықты 20 тамшыдан күніне 3 реттен қабылдау қажет. Дәріні тамақтан 20 минут бұрын ішкен пайдалы. Егер тамаққа тәбетіңіз тартпай, ас қорыту жүйесінің жұмысы нашарлайтын болса да, осы дәріні қабылдаңыз. Жөтел кезінде мандариннен ингаляция жасауға болады. Мандарин қабығын майдалап турап, бір уысын аласыз да, кішірек кастрюльге немесе басқа ыдысқа саласыз. Оған азырақ қайнаған су құйып, қайнатыңыз. Сөйтіп судың буымен біраз уақыт тыныстау керек. Осындай ингаляция арқылы жөтелден айығуға болатынын есіңізде сақтаңыз. Тұмауратқанда мандарин қабығынан жасалған тұнбаны ішіп, ауруды жеңуге мүмкіндігіңіз бар. Мұндай дәріні дайындауға 3 ас қасық кептірілген мандарин қабығы мен 2 стакан қайнаған су қажет. Қайнаған суды мандарин қабығына құйып, 2 сағатқа қалдырасыз. Сөйтіп 2 ас қасық бал қосып, жылылай жарты стаканнан күніне 3 реттен қабылдау керек. Қандағы қант мөлшерін түсіру үшін де мандарин қабығы көмекке келеді. Мұндай 3 дана мандариннің қабығына 1 литр су құйып, 10 минут қайнатасыз. Қайнатпаны суытып, күн сайын жарты стаканнан тамақтан 15 минут алдын қабылдаңыз. Сонда қандағы қант мөлшері де қалыпқа келеді. Іш кебу кезінде мандарин қабығын кептіріп, майдалап, тамаққа 1 шай қасықтан қосып ішесіз. Сонымен қатар, мұндай майдаланған мандарин қабығынан тыныс жолдары қабынғанда тұнба дайындап ішкен жөн. Ол үшін 1-2 қасық мандарин қабығына 1 стакан қайнаған су құйып, 1-2 сағат тоңдырып қою керек. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, ыстық күйінде жарты стаканнан ішуге болады. Емді тамақтанардан 20-30 минут алдында жүргізіңіз. Сондай-ақ мандарин қабығында эфир майы, фитонцид, каротиноид, дәрумен, антиоксидант және басқа да пайдалы заттар көптеп кездеседі. Сондықтан оның қабығын да қажетке жарата біліңіз. Ішіңіз кеуіп, дисбактериоз болсаңыз, кептірілген мандарин қабығын кофе ұнтағышқа салып ұнтақтап, сүзбе, ботқа секілді тағамдарға 1 шай қасықтан қосып жеңіз. Кептіріліп ұнтақталған 2 ас қасық мандарин қабығына 1,5 стакан қайнаған су құйып, 5 минут баяу жанып тұрған отқа қойыңыз. Дайын болған соң, бұл тұнбаны күніне 2 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын тұтыныңыз. Бұл кеңірдекше қабынуы кезінде көмектеседі. Міндетті түрде жылытып ішу керек. Жөтел кезінде
2 ас қасық ұнтақталған қабыққа 1 стакан су құйып, 1 апта қараңғы жерде сақтаңыз. Содан соң сүзгіден өткізіңіз. Дайын болған соң күніне 3 реттен тамақтан бұрын 20 тамшыдан тұтыныңыз. Тырнақ сына берсе, тырнағыңызды кем дегенде күніне 2 рет мандарин қабығымен сүртіп отырыңыз. Сондай-ақ шаршағанда, жүйке жүйеңіз жұқарып, күйзеліске түскенде, ұсақ-ұсақ туралған мандарин қабығын көлемі шамамен 10-7 см болатын матадан тігілген қапшыққа салып, өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Егер жоғарыда айтылғандай жағдайлар болса, қапшықтағы мандарин қабығының хош иісімен дем алыңыз. Жүрек соғысы артып, артериялық қысым көбейсе, ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, 1 стакан ұнтақталған қабыққа 3 литр қайнаған су құйып, қоспалы суды қайтадан қайнатыңыз. Ваннаға құйып, осы суға түсіңіз. 2 күнде 1 рет ұйықтар алдында осы әдісті пайдаланып тұрсаңыз, аталған аурулардың алдын аласыз. Мандаринді қалыпты мөлшерде тұтынған кезде иммундық жүйені нығайтып, суықтың алдын алады. Жөтелген кезде қақырық түсіруге ықпал етіп, бронх пен өкпенің жұмысын жақсартады. Жүрек қызметін қалыпқа келтіріп, қан тамырларының серпімділігін арттырады. Іш қатуға көмектесіп, токсиндерді денеден шығарады. Әйелдер мен ерлердегі либидо мөлшерін жоғарылатады. Эмоционалды фонды қалыпқа келтіріп, стресс пен депрессияға көмектеседі. Буын ауруларының алдын алып, ревматизм мен артрит кезінде ауырсыну мен қабынуды жеңілдетеді. Терінің және шаштың күйін жақсартады. Сондай-ақ целлюлитке қарсы әсері бар. Уланудан кейін ішек микрофлорасын қалыпқа келтіреді. Тәбетті жақсартып, метаболизм процестерін жеделдетеді. Күніне қанша мандарин жеуге болады? Шамадан тыс пайдалы цитрус жемістері денеге зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан ересектер күніне 5 мандарин жей алады. 3 жасқа дейінгі балалар үшін тәуліктік дозасы 1-2 ұсақ жемістерді құрайды. Егер жемісті шамадан тыс көп жесеңіз, аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.